Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmetli bауырлар, Рамазан айы өзінің руханиятқа толы болған орны менен сізді бізді сондай бір ерекше баурап алатындығы менен айлардың сұлтаны. Оның осы Рамазанның әрбір минуттары, секундтары, уақыты, күні, түні де бірінен өткен бірі абзал және әдемі. Шынайы осы руханиятты сезе білген адам Рамазанда рахат қылғаннан, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бекер емес екен ғой дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: егер сіздер Рамазанның қадірін білгендеріңізде жыл 12 ай Рамазан болса екен деп тілер едіңіз деген. Шынымен ақ, егер мынау Рамазанның шынайы ішін сезініп, мықты қылып өткізіп жүрген адам жыл 12 ай Рамазан бітпесе екен, сол бола берсе екен деп тілейтін шығар. Құрметті жақсылар, Рамазан айында біздің алатынымыз көп. Солардың бірі мынау ораза тұту емес. Білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: көп адамның тұтқан оразасынан жай ғана аштығы қалады, одан басқа өзіне алатын дымы болмайды дейді. Кейбірлердің оқыған намазы, мысалы, тарапыға қанша қатысып жүр, бірақ оқыған намазынан жатып тұрғаны қалады, одан басқа еш нәрсесі қалмайды деп айтады. Неге? Өйткені мына асыл дініміздің сырты да дұрыс, іші де болуы міндет. Біз кейде сол сыртының дұрыс болуына көңіл бөліп, құлшылықтың ішкі жан дүниесінің қандай болуына, ішкі жан дүниесінің жүрегімізде орындалуына көңіл бөлмейтін сияқтымыз. Мысалы, осы асыл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы дұға туралы айтқан сөзі осыны ашып айтатын шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мынау жасалынған дұғалардың ішінде Алла тағала лағып жүрген жүректен болған дұғаны қабыл етмейді дейді. Яғни жүрегі басқа жақта, тілі басқа жақта жатыр. Бүгінгі түндерде де осыған ұқсайтын нәрселерді көре бастаймыз, байқайсыз ба? Шын мәнінде мешітке келгеннен кейін құлшылықты әркім өзі жасау керек. Бірақ біз өзіміз құлшылықты жасай алмайтын, кейде өзіміз бекер тыныш құлшылықпенен отыра алмайтын халге жеткеніміз қандай өкінішті. Оның өкініштілігі сонша, оның орнын мешітке келген адамдардың көңілін аулаумен имам жүгіріп жүреді. Ана адамдар бекер отырып қалды ғой деп: ал жамағат тұрыңдаршы, пәленше сен уағыз айт, түгенше сен намаз оқып бер, пәленше зікір айтайық, үйтейік, бүйтейік. Негізі ол имамның ондай жұмысы жоқ, негізі да оны. Ондай ұйымдастырып беру оның міндеті де емес. Мешітке келген адам өзі бірден құлшылыққа кіру керек, телефонның ішіне емес. Қазірдің өзі мен айтып атсам, жартыңыз телефонда отырсыздар, байқайсыздар ма? Телефонның ішінде отырсыз. Бірақ сіз мешітке келдіңіз. Менің сөзім емес әңгіме. Сіздің құлшылығыңыз маңызды ғой. Сіз бұл жерге не үшін келгеніңіз маңызды емес пе? Қазір қадір түнінде де дәл сондай. Кіреміз, ал енді кішкентай бос уақыт болып қалды, өздеріңіз дұға қылыңыздар десе, адамдар лағып кетеді, телефон ұстап алады да, соның ішінде жүреді. Инстаграм, тикток, басқа, анау-мынауына кетеді. Сосын оны байқаған имам немесе жартысы ұйықтай бастайды. Сосын имекен қайтадан жүгіреді: ойбай, мына жамағат шашыраңқы болып бара жатыр, бір нәрсе істейік, ойын ойнатайық, мен сұрақ қояйын, мен үйтейін, мен бүйтейін. Бұл театр емес қой, құрметті жақсылар, сіздердің көңіліңізді аулайтын. Сіз бос отырмасын деп сізге жұмыс беріп қоятын бұл кәсіпорын емес. Анау далаға барып әрқайсыңызға кетпен беріп шөп жұлғызып қоятын ондай егістік емес. Бұл құлшылық жер ғой. Келе салысыменен құлшылық жердің өзінің әдебі болады. Амандасып кіреді, құлшылыққа беріледі. Бекер отырмай зікірде отырасыз, намаз оқисыз, құлшылық қыласыз, Құран оқисыз. Бірақ біз содан кейде ұзап кетеміз. Бүгінгі түн бізге үйрететін бір нәрсе бар.
Пайғамбарымыз айтады ғой, осы қадір түндерінің мүмкіндігі болатын түндерінің біреуі осы мүмкін болған түндер, осы түн, алдымыздағы түн. Мүмкін. Сол мүмкіндік белгісіз, бірақ мүмкіндіктен айырылып қалмасақ екен. Бірақ ол мүмкіндіктен айырылмағанда қалай болады? Сіз бенен біз осы бір түн тоқтамай құлшылық ете алсақ, шамамыз жеткенше құлшылық ете алсақ, 83 жыл құлшылық еткендей сауап аламыз. Не деген керемет акция. Бірақ біз осының өзін қисық өткіземіз. Тағы бір ерекше нәрсе осы түндердің бізге үйрететіні. Бұл түн өзгеріс түні деп айтады. Себебі Жәбірейіл алейхиссалам түседі, періштелермен түседі, адамдардың құлшылығына, ғибадатына куә болады деп айтады. Рас қой, осылай деп имамдарымыз айтты. Бұлай деп Құранда айтылады. Пайғамбарымыздың айтқан хадисінде де осындай келеді. Бұл түн өзгеріс түні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөздерінде осы түні бір жылдық рызық несібе жазылады деп айтады. Сол үшін тағдыр түні деп те айтады біреулер. Бір жылдық тағдырым жазылады дейді. Өйткені несібенің жанында біз бірінші орында несібе десе теңге долларды түсінеміз ғой. Несібе деген ол емес негізі. Несібе солардың біреуі ғой, бір бұрышы ол, солардың беретіні. Сіздің ішкен жегеніңіз ғана несібе емес. Несібе дегеніңіз сіздің оқыған намазыңызда несібе емес па? Сіздің құлшылығыңызда несібе емес па? Құрметті жақсылар, мен осы түн өзгеріс түні дегім келеді. Бірақ сіз өзгеріске дайынсыз ба? Сіз өзгеріске дайын болып келдіңіз ба осы мешітке? Артыңызда жамандықта тастайтын, жақсылыққа бір қадам қоятын өзгеріспен келдіңіз ба сол? Ниетімізді бір жаңартып алайықшы дегім келеді. Және де сол сөзімді аяқтамай тұрып, біздің халқымыздың бір ерекше нүктесін байлағым келеді. Мынау біздің халқымыз қасиетті, киелі, бір ерекше тәрбиелі нәрселерді ырым тыйымменен бекітіп кеткен. Бізге дінімізді ұстатпас үшін біздің дұшпандарымыз әбден қырып, молдаларды өлтіріп, кітаптарымызды жағып құртты ғой негізі. Біздің өлке сондай болды. Бірақ біздің бабаларымыздан қалған нәрсе дәстүр еді. Ендеше осы дәстүрдің бәрін жинағанда 3 сөзге жиналады екен ғой, білесіздер, ұят болады, сосын не? Жаман болады, сосын обал болады. Осы үшеуіне жинап тастаған бәрі. Осы үшеуімен тәрбие береді. Бірақ осы үшеуі де дін екенін айтсам, мен сіз таңғаласыз. Өйткені адамның осы өмірде қарым қатынасы 3 нәрседен құралады. Сіздің мәмілеңіз 3 нәрседен құралады осы дүниедегі. Бірінші мәміле сіз және Раббыңыздың арасындағы мәміле. Бұнсыз сіздің өміріңіз жоқ. Сіз және Раббыңыздың араңызды түзетпей, сіздің оқыған намазыңыз, құлшылығыңыз, берген садақаңыз, қажылығыңыз бәрі бір тиын. Екінші мәміле сіз және өзіңіз. Өзіңізбен болған құлшылығыңыз, өзіңізбен өзіңізге көңіл бөлуіңіз ол міндет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан бір кісі сұрайды: мен садақа берер кезде кімге садақа берейін деген кезінде неден, кімнен баста дейді, айтыңыздаршы. Өзіңнен баста дейді, түсінесіз бе? Жақыныңнан демейді, жоқ, қателесесіз. Садақа деген жақсылық деген сөз. Біздің халқымызда да айтады: май тапсаң бірінші кімнің басына жақ дейді? Өзіңнің басына жақ дейді бірінші майды. Сосын біреудің басына жағасын дейді. Ол пайғамбарымыздың сөзі. Бірінші садақа берсең өзіңе садақа бер. Өзіңнен артылса, сосын жақыныңа осылайша ұзап кете бересің дейді. Екінші маңызды мәміле, сізбенен біздің мәмілеміздің ең екіншісі өзіміз. Біз өзімізді ұмытып кетеміз. Өзіміздің мақсатымызды, өмірге келген мәнімізді, неге келдім, қайда баратырмын, мен кіммін дегенді ұмытып кетеміз.
Мен философия сұрағын айтып жатқан жоқпын, өмірлік сұрақ айтып жатырмын. Мен кіммін деп сұрақ қойып көрдіңіз ба өзіңізге? Мен қайдан келдім, қайда бара жатырмын деп сұрақ көрдіңіз ба өзіңізге? Неге сол таңнан кешке шейін тауып жүрген ақшамды неге тауып жүрмін мен? Бала шағаны бағып жүрмін, неге бағып жүрмін? Неге үйлендім? Неге осы өмірге келдім мен? Енді қайда барамын деп сұрақ көрдіңіз ба? Осының бәрінде сіз, яғни өзіңіз барсыз. Адам өзінің жағдайын жасамай, осы дүниенің бақытын да, бағдарын да таппайды. Екінші мәміле осы, міндетті түрде өзі. Сол үшін Алла тағала сізбенен бізге парыз етіп, өзінің құлшылық ғибадаттарын міндеттеді. Сол құлшылық ғибадат әр қайсымызға жеке парыз. Бірінші орында. Үшінші өте маңызды мәміле сіз және өзге, басқа халықтар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кісі ақысы туралы өте ауыр сөздер айтқан. Көрші ақысы, ата-ана ақысы, досыңның ақысы, кісінің ақысын жеу, оның барлығын қатты айтқаны сонша. Пайғамбарымыз айтады, маған Жабраил алейхиссалам көршінің ақысы туралы айта бергені сонша, ертең көршім маған мирасқор болады деп қорықтым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сенің көршің аш болса, сенің оқыған намазың бір тиын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сенің үйіңе қонақ келсе, сол қонақтың ақысын бермесең, қияметте сол қонақ сұрауына хақысы бар. Қонақтың ақысы қандай десе өте көп, мынандай деп айтамыз, мен оны қазақша былай деп түсіндіре салайыншы, оны бәріміз түсінеміз. Үйіңізге қонақ келгенде не істейсіз? Бірінші орында қолына су құйып төрге шығарасыз, дұрыс па? Нені білдіреді ол? Сыйлағаныңызды білдіреді. Сый, қонақтың сыйы міндет. Екіншісі, су менен ас беру міндет. Ал бізде халқымызда ауыз үй деген бар. Үйге кірген қонаққа міндетті түрде нан береді. Бір нәрсе апша нан жеп кетесің дейді. Егер сол қонағыңыз соны жемей кетсе, ертең қиямет күні мынау кісі маған су ас бермеді деп сұрауға хақысы бар екен. Қонақтың хақысы сіздің үйіңізге кіргенде, шөлдегенде суын бермегеніңіз екен. Сол үшін бізде сол қонақ ертең үндемей кетсін деп бабаларымыз оны қонақты сыйла хадис деп айтпайды. Жаман болады, қонағын сыйла, нан бересің дейді. Алдыңа келді ма, нан ауыз тиіп кету керек. Сіз де мен ертең пенделік қылып қоймайын деп қонаққа барған үйіңізден нан ауыз тиіп кетіңіз. Ол дәстүр. Біздің халқымыз осының бәрін үш нәрсеге жинады деп айттым. Осы үш нәрсені түсіндіргім келеді, осы үш мәмілеменен. Біріншісі, мысалы айтайын, үшеуінің біреу жаман болады. Не істесең, таянбай отыр, үйтпей отыр, бүйтпей отыр, не болады десе, жаман болады деді. Жамандық қылған еш қашан оңбайды. Жамандықты бірінші орында өзгеге жасайсың ғой. Сол үшін сен және өзгенің арасындағы мәмілені реттеу үшін халқымыз жаман болады деп қана қоя салды. Обал болады деді. Ысырапшылдық. Қараңызшы. Мал шашпақ, ысырапшылдықтың өзі үлкен дүние. Сіздің мал дүниеңіздің шашып тастайтын нәрсе, үйіңіздің берекесі, тапқаныңыздың берекесі жоқ болады. Онысы аздай Құрамда Алла тағала иннал мубаззирина ихвану шаятин дейді. Расында да ысырапшылдар ол шайтанның ағайын туысы. Обал болады деп айтады. Тіпті халқымыз ол болмаған аңыз, болмаған әңгіме, бірақ аңыз әдейі айтады. Бір кісі дейді, бай болып кетті дейді. Қалай бай болыпты десе, түйенің үстінде келе жатып, нан жесе, нанның ұсағы жерге түсіп кетсе, мына ұсақты тауылмай қалдым деп, сол жерді қоршап, нанды басып кетпейін деп, қоршап кетіпті, содан бай болып кетті деп айтады. Ол енді аңыз, бірақ мақсат не? Обал болмау. Қарапайым майда нәрсеге көңіл бөліп, майданы майда деп тастап қойма деп, ысырапшылдық. Үшінші тәрбиенің көзі не нәрсе еді? Ұят болады. Ұят. Ол неден шығады ұят? Ардан шығады. Халқымыз не деп айтады? Малым менің садақасы. Арымның садақасы дейді. Сондай ма? Жоқ. Малым жанымның садақасы дейді.
Ал ең қымбат нәрсе қазір жан деп ойламыз. Бірақ жаның ненің садақасы дейді? Арыңның садақасы. Халқымыз осылай үйретеді. Бізде қазір керісінше, білесіз ба? Ең қымбат нәрсе жан. Жаның тәтті, қалған бәрі сатылады. Біз айнып кеттік. Халқымыздың тәрбиесінен ұзап кеттік. Ұят болады деген нәрсе бар, түсінесіз ба? Кісінің алдында киім кию, сөз сөйлеу, жүріс тұрысың, барлығын халқымыз тәрбиелегенде тыныш жүр, бүйтіп жүр, тәртіпті бол, сөйлеп қойма, үлкеннің жолын кесіп кетпе. Не болады? Ұят болады, обал болады, жаман болады деп үйретті. Осы үш мәміле, ар деген сөз ең жаман нәрсе ғой, білесіз ба? Бұл дүниеде нені нәрсені сатсаң да арыңды сата алмайсың, білесіз ба? Арыңды сатсаң ішіңнен тыныштығыңды бермейді ғой, кеміріп бітіреді ғой сен. Барлық нәрсені өзгертуің мүмкін, бірақ ішіңді өзгерте алмайсың, өзіңді сата алмайсың. Халқымыз сол үшін айтады. Өтірік айтқанның ең жаманы өзінің айтқан өтірігіне өзі сенгені дейді. Өзінің арын сатқаны да ол. Мен мына нәрсемен жинағым келеді, осы үш нәрсені, құрметті жақсылар. Ұят болады дегені, арың таза болсын дегені, обал болады дегені, малың таза болсын дегені, жаман болады дегені, бүкіл айтқан сөзің мен істеген ісің таза болсын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: шын ең жақсы мұсылман өзге мұсылмандарға тілі менен қол аяғынан зәбір тимеген мұсылман дейді. Ең жақсы адам өзгеге тілін және қол аяғын тия білген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір сөзінде одан да керемет сөз айтады: кім жағы менен тілінің арасына, екі жағы менен екі аяғының ортасына кепіл болса, мен оған жәннатты кепіл боламын. Қорытып айтайын, құрметті жақсылар, бүгін өзгеріс түні. Негізі өзгеріс, Рамазанның барлық түні өзгеріс. Осы сол үшін мен оны пайғамбарымыз хадиспен дәлел айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір отырған кезінде әмин деп айтады ғой. Ей Расулалла, неге әмин дедің дейді. Үш рет айтады, сол үшеуінің біреуіне айта салайыншы. Неге әмин деп айттың деген кезінде, егер бір адамға Рамазан айы келіп, сол Рамазан айында кешірімін сұрап қала алмаған адам маңдайы топан, не дейді, ешқашан жақсылыққа тимесін деп айтқан кезде әмин дейді ғой. Яғни ешқашан бақыттың б деген әріпін көрмей кетсін деп айтады. Құдай сақтасын. Өте ауыр сөз. Пайғамбарымыздан қатты айтылған сөз. Рамазан айы келіп, күнәңіздің кешірімін сұралу үшін бірінші орында сіз кешірімді болу керексіз. Өзгеріске сіз бірінші дайын болу керексіз. Құрметті жақсылар, құрметті бауырлар, мынандай оқып атқан тарапы намаздар, оқылып атқан, естіп атқан құрандарыңыз, тұтқан оразаңыз, жемеген, ішпеген суыңыз, оның бәрі не тәрбие береді, егер сіз ішіңізден өзгермесеңіз? Түсінесіз ба? Сіз өзгермесеңіз осы айда, жақсылыққа қарай қадам басып, жаман әдеттеріңізді тастамасаңыз, жаман сөзді тастамасаңыз, жаман істі тастамасаңыз, онда осы Рамазаныңыз далада қалды ғой. Қандай Рамазан болады сізде? Егер сіз осы Рамазанның оразасының қадірін білмесеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бекер айтпайды ғой. Егер сенімен біреу ұрысса, не деп айт дейді? Мен оразамын деп айт дейді. Мен оразамын деп айт дейді. Неге? Сонда оразалы адамға біреумен ұрысуға да болмайды деп жатыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тіліңді тый, энергияңды тый, жаманшылықтан қаш. Ал біз ше, көп байқаймын, көп намазхан адамдар әлі күнге шейін, тіпті мына дәретханаға аяқ киімін шешіп алған жерде көріңізші, дұрыс емес, қателесіп кетсе аузынан боғауыз сөз шығады. Бисмилля, альхамдулилля, Аллаху акбар шықпайды, жоқ. Субханалла, альхамдулилля, ла иляха илlallah шықпайды, жоқ. Әкең, шешең шығады. Бір-бірімен әзілдесе де сондай, аяғы қолы тайып кетсе сондай, ашуланса да сондай. Онысы іш нәрсе емес, әке шешесіне тіл тигізетіндер бар. Тағы ораза тұтады. Мешітке келіп намаз оқиды. Ал оқыған намазың, оразаң қайда жатыр? وَلَا تَقُلْ لَهُمَّ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا деп Құранда бұйрық райында айтып тұр. Ата-анаңа ешқашан үф деп айтпа, және ешқашан жекіп сөйлеме деді. Сен сөйлесің, естисің,
үлкен күнәні жасадыңыз. Ата ананың сыйлауының өзін Алла тағала өзінің атының жанында қояды. Аллаға серік қосу туралы айтып тұрып, екінші орында ата ананы сыйлауды айтады. Түсінесіз ба? Екеуі бір-бірімен тең дәрежеде. Сен қазір креске табынып кеткенің, ата ананы сыйламаған екеуі бірдей. Түсінесіз ба? Сен қазір домыздың етін жеп, адам өлтіруің тең болады, дәл осы ата ананың жолын кескен. Ұзын сөздің түйіні, құрметті жақсылар, ораза тұтып жатырмыз, намаз оқып жатырмыз, қабыл болсын. Осынша мешітке келіп жатсыз, ниетіңізді жаңартыңыз. Өзгеріңіз, Рамазан айында өзгертіңіз өзіңізді. Тіліңізді тыйыңыз, көзіңізді тыйыңыз, құлағыңызды тыйыңыз жамандықтан, қол аяғыңызды тыйыңыз жамандықтан. Сіз өзгеріп, Рамазан айында өзгермесеңіз, осындай керемет акциядан далада қалған адамдардың қатарында болып қалмаңыз дейді. Құрметті жақсылар, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық берсін. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al al-waritha minna. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit alayna man la yarhamna. Ya Allah, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Осы құлшылық ғибадатқа келіп жатқан әрбір адамдардың жасап жатқан құлшылық ғибадаттарын қабыл ет. Я Аллахым, мынау мұсылмандардың бірлігін беріп, әртүрлі елдерде болып жатқан апаттардан, жаманшылық, соғыс, бәлекеттерден басымызды аман қыл, және сояқта зияншылық, қиыншылық көріп жатқандарға, я Аллах, өзің жар қылып жеңілдігін бергейсін. Раббым Аллах, осы қол жайып отырғандардың ішінде қандай да бір өзінде өзінің ағайын туыстарына дерт сырқат науқастар болса, соларға шипа бер. Өздерінің немесе жақындарында дүниеден өткен, жақында дүниеден өткен, бұрын дүниеден өткен мұсылман бауырларымыз болса, осы Рамазанның қасиетімен жарылған күнәларын кешір. Жақсы амалдардың жандарына серік еткейсін. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллим.